сүретің әдемі шықты ғой. О, рахмет. Мынау белі ма? Я белі, сол беліне тас салсам қалай болады? Я алтын тастармен әдемірек кетеді. О, рахмет. Мен сенікі сияқты қол жасасам қалай қарайсың? Білмеймін, өзің біл. Сымбат, сен мына жерін кішкене ұзартсайшы. Маған осылай ұнап тұр. Өте әдемі болып тұр. Бұл менің арманымдағы көйлегім. Арманымдағы көйлегім осындай болса не істеймін? Әдемі ғой. Ой, енді жай айттым ғой. Не болды соншама? Ой, я, не болыпты? Сонда да өзім арманымдағы көйлегім өте әдемі болып тұр. Сәлем қыздар. Сәлем. Сәлем. Не істеп жатсыңдар? Сурет салып отырмыз ғой. Өз арманымыздағы көйлек. Әдемі ма? Иә, өте әдемі. Рахмет. Қыздар, не болды сендер? Келгеннен бері настроениесіз отырсыңдар ғой? Ой, такси тоқтамай қойды. Мен сабаққа кешіктім деп ойладым. Сол үшін біраз адаммен ұрсыстым. Айтпақшы, апай қайда? Апай, келмейді, өйткені бағана директор деген барлық мұғалімдерді жиналысқа шақырып жатқан. О, бірінші сабақ болмайды ма? Онда кеттік, не істейміз? Не істеуге болады? Сымбат, не істейміз деген емес? Отырыңдар. Вообще-то апай екінші сабақ келеді. Жарайды, онда бір сабақ бос болса, үй жұмысын істеп тастайықшы. О, сен маған көмектесіп жібересің. Үй тапсырмасы дейді ғой. Үй тапсырмасын орындамаған қай заман? Мен саған менен полный көшіп аласың деп айтқан жоқпын ғой? Ой алла. Жарайды, не болыпты? Сен де осы бір менен бәрін көшіп алады екенсің. Көмектесіп жіберсең қайтеді? Көше бер. Сонымен мына жерде не жазылып тұр? 1045 қосу 146. Рахмет. Бері қара. Адасып кеткесің ба өзі? Жоқ, менен дошақта оқимын. Түсінбедім. Осы жерде біздің сыныпта ма? Иә. Әңгімең бар ма? Қара, мына бала бір қызық біреу ғой. Соны айтам. Мен тесіп қалдым. Оқыңдар ма алдарындағы кітапты? Не ғой? Бөтен бала, атың кім сенің? Шаруаң қанша? Мә, сыныпқа мынандай жаңа оқушы келген. Апай көрсе ғой, я. Сол ғой, апай мына бұзыққа шыдамас еді. Сымбат, қарашына қалай жеп жатқаным? Иә, тура біздің Асқар секілді, я. Иә, соның тура екіншісі ғой. Сен жындысың ба?
ба ауру? Не істедің? Байқамай қалдым. Қалай байқамай қалдың? Мен де алып саған байқамай қалдым деп атсам жақсы ма? Жынды, екінші сөйтіп істейсің, таяғы жейсің, түсіндің ба? Жаман қорқыттың ба дедім ба? Адам емессің ғой. Малғын, сен не түсінбейсің ба бір айтқанды? Өз ғой қолынан шығып кетті. Қалай қолынан шығып кетті? Не жейміз басынан ұшан бола ма? Екінші істейсің, сен қолын шабам, түсіндің ба? Болды, тема жабылды. Әкеші Максим өзіне көрші. Мынау хайуан ба не өзі? Біздің сыныпта Асқар тәртіпсіз ба десем, мынау одан өткен екен ғой тіпті. Солай. Мәй-ау, қатырдың. Ананың есі дұрыс емес қой деймін шынымен де. Есі дұрыс емес? Әрине. Албасты, сенің есің ауысқан ба? Бетіме тексер жасадың ғой? Маған құтырып бас істей ма сенің? Так, сен бір айтқан түсінбейсің, е? Мәші бала тыныш отыршы. Сен бар ғой, мынандай түріңмен біздің сыныпта ұзақ жүре алмайсың. Бері қараңдар. Сыныпта бүгіннен бастап мен бастықпын. Мен не айтам, сол болады. Сұрақ бар ма? Иә, сұрақ бар. Қоюға рұқсат па? Қай жердің бір жерінен кімді, нені қорқытып, кімді ұрқытып, өзіңді басық сезініп қалдың, а? Сен неде басымы қатырып тұрсың, е? Жүрші қашып сөйлесіп келейік. Болды. Қойдым. Сен бастық. Бағамдан үстпейсің бе? Басқа сұрақ бар ма? Қазір сұрақ жетеді бізге. Қыздар, жиналып мынаның сазайын берейік. Мына жақта кім бар бұл? Кім бар?